Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін итальяндық тағам лазанья дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші пияз, сәбіз және де қызанақты блендердің көмегімен сатып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне пияз бен сәбізді салып, қуырып аламыз. Содан соң үстіне етімізді қосамыз. Фарш бір-біріне жабыспау үшін жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка дәмдеуіштерін қосамыз. Ет жартылай қуырып болған соң үстіне сарымсақ және де базилик дәмдеу үшін қосамыз. Енді еттің үстіне тартылған қызанақ және де томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, оттың жылдамдығын орташа температураға қойып, етіміз дайын болғанша бетін жауып бұқтырамыз. Бешамель соусын дайындау үшін сары майдың үстіне ұнды салып, жақсылап қуырамыз. Ұнның үстіне аз-аздан сүтті құйып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Сүтті бірден құйып жіберсеңіз, ұныңыз қамық-қамық болып, соус дұрыс шықпай қалады. Соусымызға дәміне қарай бұрыс, мускат жаңғағын қосып, оттың орташа температурасында қоюланғанша ұстаймыз. Дайын болған соус қою қаймақтай болуы қажет. Енді тағамды жинау үшін алдымен ыдысымызға бешамель соусын құйып аламыз. Ең бірінші лазанья листері салынады. Содан соң фарштың бетіне үккіштен өткізілген ірімшік, одан соң бешамель соусы құйылады. Содан кейін алма-кезек фарш пен соус біткенше жалғастыра береміз. Лазанья листерін суға пісірмей сол күйінде сала берсеңіз болады. Себебі бешамель соусы және де фарштың майлылығымен өзі бөгіп әдемі болып піседі. Менде Барилла фирмасының нандары. Ең соңғы листің бетіне соусты құйып, үстіне ірімшіктерді салып, 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут дайын болғанша пісіреміз. Осымен біздің лазанья тағамымыз дайын. Видеода көріп тұрғаныңыздай нан өте жұмсақ, әрі тағамымыз шырынды болып піседі. Менімен бірге ас дайындап, нәтижесін комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.